Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі сабағымызда қаршылашы бар сыпаттардың 5-шісі болған және ақырқысы болған әл-излақ және әл-исмат сыпаттарымен танышып өтеміз. Әл-излақ деген сөздің лексикалық мәнесі тілден ұшу. Ал эми терминдик мәнесі тілден ұшынан же ерінен шыққандықтан тыбыштың жеңіл айтылуысы. Излақ тыбыштары жалпысынан 6. Алар фә, бә, мим, нун және ләм, ро тыбыштары. Бұлардың топтамы фарро мин люббин. Бұл сөздің мәнесі Алла ақылынан қашты. Демек, бұл 6 тыбыш излақ тыбыштар болып саналады. Тағыр айтқанда, бұл 6 тыбыш қалған 23 тыбышқа салыштырмалу біраз жеңілірек айтылады. Ал эми әл-излақ сыпатының қарсысындағы әл-исмат сыпаты. Әл-исмат деген сөздің лексикалық мәнесі тосқол болу, тосу деген мәні туындырады. Ал эми терминдик мәнесі тілдің ұшынан же ерінен шықпағандықтан башқа излақ тыбыштардан салыштырмалу таталырақ, қиынырақ шығуысы. Жалпысынан исмат тыбыштары 23 тыбыш. Алардың топтамы ил дидде фиқатин яхуссука ил жауаза сатха гишшихи. Мәнесі сен өзгөчөлүп алдаған ишенс адамға егер дал қалыптың чейінен чип кетсе, аға насат айт дейді. Негізі бұл сөздің мәнесін билүү шарт емес, болгону биз кошумча маалымат катары бұл сөздің мәнесин айтып койдук. Негизи максаты мына ушул сүйрөмдү жаттап сиз исмат тыбыштары кайсыл тыбыштар экенин билишиңиз шарт болот. Ошондой эле әл-излақ және исмат сыфаттары кээ бир алымдардын айтуусуна караганда бул сарф илимине гана тиешелүү, тажвид илимине тиешеси жок дейт. Мына ошол себептен өздөрүнүн китептеринде жана сабактарында бул сыпаттардын катарында эскеришпейт. Демек, бүгүнкү сабагыбызда биз әл-излақ жана исмат тыбыштары менен таанышып өттүк. Аллах Таала бардыгыбызга Кур'ан-ы Керимди туура окуганга мүмкүнчүлүк берсин.